Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар. Бүгінгі бейне жазбам өмірдің додасына енді қосылып жатқан жас жігіттерге арналады. Жігіттер физикада ең негізгі ұғымдардың бірі ол уақыт. Естеріңде болса, Т деген белгімен белгіленеді, ал оның анықтамасы белгілі бір объектінің немесе белгілі бір адамның өзгеру мүмкіндігінің шарты дейді. Көп адам осы ауыр термин деп өтіп кеткенбіз ғой кезінде. Бірақ осының астарына үңілетін болсақ, адам өзін өзгерту үшін оның бірінші шарты уақыт. Бұл жер бетіндегі өзгермейтін заң. Сондықтан біз егер өзімізді өзгерткіміз келсе, елге пайдалы азамат болып өскіміз келсе, білімді болып, білімді тұлғаның қатарына қосылғымыз келсе, мінезімізді өзгерткіміз келсе, тәніміздің саулығы жағынан өзгергіміз келсе, онда бірінші біздің қажеттілігіміз уақытты тиімді пайдалану. Мысалы, бір сыныпта немесе бір курста 20 адам оқитын болса, оларға әрқайсысына 24 сағат уақыт берілетін болса, яғни 24 алтын берілетін болса, сол алтынды 20 адам әртүрлі пайдаланады. Біреу соны болмашы нәрсеге жұмсайды. Мысалы, таңнан кешке дейін телефон қарап, өзінің алтын өмірін телефонның қажетсіз әлеуметтік желілермен өткізіп жатқандар бар. Немесе көшеде бос өткізіп жатқан пайдасыз уақыт жұмсап жатқандар бар. Біз оны пайдасыз өткізетіндей уақыт, адам өмірі өте ұзақ емес қой. Еш болмаса 500 жыл, 1000 жыл емес қой. Бар жоғы 50 жыл, 60 жыл, 100 жыл ғана ары кетсе 100 жылдық өмірді босқа өткізіп, телефонның пайдасыз ойындарына, қажетсіз сериалдарға, көшенің қажетсіз қызылды, жасылды жаңағы ойындарына өткізіп жіберу, бұл ақылды адамның ісі емес. Ал ақылды адамдар не істейді? Ақылды адамдар әрбір 24 сағатын денінің саулығына жұмсайды. Спорт секцияларына қатысады, жүзуге қатысады, күреске қатысады, өзін өзі дамытады, өзінің мінезін дамытады. Жақсы адамдармен уақыт өткізеді. Олардан қоғамның талабына сай бизнес жасауды, жұмыс жасауды үйренеді. Немесе пайдалы кітаптар оқиды. Ата-анасына қалай қызмет ету керек, айналасындағы адамдармен қалай қарым-қатынас жасау керек. Бұның бәрі үлкен ғылым. Ғылым алуға, білім алуға уақыт жұмсайды. Ал енді жас кезде, мүмкіндік бар кезде осы уақыттың әрбір сәтін, әрбір минутын тиімді пайдаланатын болсақ, кейін сол уақыт біздің пайдамызға жұмыс істейтін болады. Ал енді босқа, бекерге бір қажетсіз зат сияқты уақытты өткізіп жіберетін болсақ, 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін өміріміздің босқа өтіп кеткенін ойланып, қатты өкінетін боламыз. Бірақ ол кезде кері қайтуға мүмкіндік жоқ. Сондықтан жігіттер, егер уақыт өзгеру мүмкіндігінің шарты болатын болса, осы шартты өте тиімді пайдаланайық. Үйде ешкім жоқ болса да, жалғыз өзің отырсаң да өзіңді дамытуға пайдалан. Кітап оқы, білім ізден, өнер үйрен, жаңа технологияларды, мысалы, еш болмаса ағылшын тілінің 10 сөйлемін үйрен. Еш болмаса компьютерлік жаңа бағдарламалардың тілін үйрен. Ертең қандай мамандық болсаң да, заңгер болсаң да, сен тіл біліп тұрсаң, сен компьютердің заманауи тілдерін игеріп тұрсаң, сен заңгерлігің 10 есе қатты бағаланады. Математик болсаң да, бизнесмен болсаң да, мысалы қазір тілді білмей, компьютерді білмей, заманның жаңа технологияларын білмей, алысқа бара алмаймыз. Бүкіл әлемнің жастары алысқа кетіп қалды. Ал біздің қазақтың жігіттері әлі ойын ойнаудан, құмар ойнаудан, бос әңгіме айтудан, бос күлкіден арыла алмай жатыр. Бұл өте өкінішті жағдай. Сондықтан да жігіттер, өзгеру мүмкіндігінің шарты уақыт болатын болса, сол уақытты өзімізді жақсы жаққа өзгертуге тырысайық.